Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңа жылдық кешке әдемі рафаэлло салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шампиньон, соленый огурцы, тауықтың еті піскен, ірімшік, бір бас пияз қажет болады. Майонез және сәндік үшін анар. Пиязымызды жақсылап алтын түске енгенше жақсылап қызарып қуырамыз. Аздап тұздап жібердім. Оның үстіне ұсақтап тұралған шампиньондарды салып жібереміз. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығын біркелкі жақсылап қуырып аламыз. Үккіштен сырды өткіздім, ірімшікті. Енді массағасына көшетін боламыз. Тауықтың етін салам бірінші піскен. Оның үстіне тұздалған қиярларымызды саламыз. Мен төртеу емес, екеу қолдандым. Бір жартысын салдым да, екінші жартысын сосын саламын. Қуырылған шампиньон мен пиязды, оның үстінен үккіштен өткізілген ірімшікті салдым. Бәрін жақсылап араластырып, қайтадан жаңа қалған жарты қиярды салып жібердім. Оның үстінен қаймақ немесе майонез салсаңыздар болады. Бұл жерде примерно 2 ас қасық майонез. Үккіштің ең кішкентай өткізетінен сырды жақсылап өткізіп аламыз. Бұл бізде рафаэлло салатын жасау үшін қажет болады. Біздің сыр дайын, қарасаңыздар әдемі қардай болып тұр. Ендігі кезек шариктарға көшеміз. Ас қасықты алақанымызға салаттан алып, осылай дөңгелектеп жасаймыз. Формаға келтіреміз. Оның үстіне сырды жайлап сеуіп, үстіне рафаэлло жасайтын боламыз. Салатымыздың массасы біткенше осылай шарик жасаймыз. Менде 12 дана рафаэлло салаты шықты. Лайфхак қыздар, анарды осылай 3-4 жерінен осылай бас жағын кесіп аламыз, қалпақ жасап. Содан сызық біткен жерден төмен қарай кесеміз. Бұл анар тазалаудың, ашудың ең оңай тиімді жолы. Анарларыңыз езілмей, дана-дана болып түседі. Енді қалпағын ашып аламыз, ақырындап. Анарлары өзі осылай төгіліп түсе беретін болады. Төрт жерге тартқан кезде, төрт жағын бөлген кезде, осылай өзегі өзі түсіп қалады. Кәделеріңізге жарасын қыздар. Дайын болған рафаэлломызды укроппен безендіретін боламыз. Укропты 5 жеріне қойып шықтым. Укроп бір жағынан елканы еске салады. Рафаэлло бір ақ қардай болып тұр, әдемі, өте нәзік. Қызыл анар есе, оны ерекше ажарын ашып тұр, қып-қызыл түсі. Рафаэллоның сәнін келтіріп тұр деп ойлаймын. Жаңа жылдық мерекелік дастарханды өте ерекше нәзік көрсетеді. Үйге келген қонақтарыңыз бірінші осы рафаэлло салатын рецептін сұрайтынына мен сенімдімін. Ол өте ерекше, нәзік, дастарханыңызға көрік беретін. Жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерді кіріп келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бақыт, байлық тілеймін. Сіздермен бірге болған Мөлдір.